істеп тұрналар өңіліп телевизорге. Ей, Руми, не болды? Ойбай. Ей, мама, не болды? Саламатсыздар ма, балалар? Мә, сендер бірінші кеп алдыңдар ма? Қалайша? Молодецер. Қыздар қайда енді? Как всегда кешігеді сол қыздар. Не болды концерттері? Болды ма олардың? Болмады ма өзі? Бардыңдар ма концерттеріне? Қайда? Не болып кетті осы концерттері болды ма? Ой, мана келді. Ой, мына бір Айзерешка келіпті ғой бүгін сабаққа. Асион? Мира деген қыз. Алдында сен болмап едің ғой, ауырып қалды дедің ба? Не деді өзі? Қыдырып кетті деді. Қақта болдың сен? Қалай қыдырып келдің? Не болды? Сабақ жайына қалды сен қыдырып жүргеніңде. Ой-бой, 30-ты қарасай. Бүгін Аяру заколка тағып, Зоисың ба сен? Әдемі болып кепсің ғой? Заколкалармен розовый болып. Не болды? Настроенияларың жоқ қой? Кеше концертті болды ма енді концерттерің? Қалай енді? Жақсы болды ма? Не істедіңдер? Күшті болды, өлең айтып тұрдық. Сендерше бардыңдар ма концерттеріне? Даникош барыпты ғой. Қалай болды Даникош концерт? Күшті болды ма? Мен барамадым өзім. Басым ауырып, біртүрлі болдым өзім. Негізше Шымкенттен Америкадан болды. Қайда сен? Ойбай, бұлар сабақтың үстіне жүре береді. Маған беріп жатсың ба? Кешір. Ұрсып бердің ба? Мақұл. Орныңа отыр бар. Орныңа отыр. Өзім мұғалімдер ұқсап киініп апты. Қайда енді үшінші қыздарың, Ромиларың? Ома, білмеймін. Үйде ауырып қалды ғой ол. Ауырып атыр? Қақта ол? Мін келген сияқты. Кел. Не болды? Білмеймін. Неғып кешіп келдің сонша? Ауырдым. Ауырдың? Неге? Не болып қалды ауырып? Жөтеліп жатсың ба? Ыстығың бар ма? Кішкене бар. Не үшін келдің анда сабаққа? Справка аштырмайсың ба? Отыршы сен Мира орныңа. Отыр. Мира орныңа отыр. Орныңа отыр. Болмайды олай ары бер жүруге. Неге ауырып қалдың сен? Аяғыз кеше концерт суық болды ма? Концертте бір балашы қайтып баратқан кезде бір бала концертте сол мені жүгіріп келіп қасыма тістеп алды. Тістеп алды? Ойбай, кім ол? Адам ба? Мынандай сияқты. Ойбай, не үшін тістеп алды ол? Жынды ма не? Сосын сен не істедің? Мен байқамай қашып кеттім. Сахнаға жүгіріп келіп сендер тістеп алдың ба сонда? Жоқ, қайтып баратқан кезде. Ойбай. Мына Миралар немене бір түрліп қалған? Қыдырып келгенде естіп болған. Мира, сен сабақтасың, отыр. Абай. Отыр, кәні. Орындарыңа отырыңдар. Отыр. Отыр, сабақ өтеміз болды. Ал. Ручка ба? Отыр. Не болды? Жөтеле бер. Үйіңе қайтарсың мүмкін? Қатты ауырып тұрсың ба? Бірақ бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Кішкене шыдай тұрасың ба? Мамаңа звондайын ба еле? Ал. Қоя тұрыңдаршы, балалар. Маған директор звондап жатыр ғой. Звондағандан алмап едім жаңа ше. Енді жазып жерді ғой, маған срочно кел деп. Не болып қалды? Ешқайсың бірдеңе білдірген жоқсыңдар ма? Точно ма? Сендерге жалып айтайын деп жатқан жоқ па? Екеуіңе? Точно сондай ау деймін что-то? Жоқ. Мен директор шақырып жатыр, қазір келем мен. Түсіндер ма? Отыра тұрыңдар. Жаңа нелеріне жаза беріңдерші. Тақтадан көшіріп жаза беріңдер. Жақсы. Айғаным, бәрі нормальный ма? Бопты. Жақсы, қазір келем мен, отыра тұрыңдар. Шулап кетті ғой, не істеп кетті? Мақұл ағай қазір. Шулап кетті ғой. Не болды? Жүрсіңдер бұл жерде сабақтың үстінде. Айған мен зомби болып кетті. Зомби? Жынды болып кетті. Жынды? Қалай сонда? Білмеймін. Жынды болып кетті. Бізді тістейін деп жатырмын. Кім тістейін деп жатыр? Түсінбедім, жөндеп айтшы.
Жаңа Руми ауырып отыр еді ғой, не болды оған? Құлап қалды ма? Я зомби бір бәле болып кетті. Сендер тістеп жатырмын сонда? Я. Қақта ол, жүр көрейік. Не қылды? Қашып кепсіңдер екен сонша. Не болды сонша? Қайсысы ол? Не болды олар? Жындық қалды ма? Қақта аналар? Не істеп тұр аналар өңіліп телевизорге? Руми, не болды? Ойбай. Мама, не болды? Мама, Айдын көмектес. Ужас. Наларға не болған? Зомби болып кетті. Мама, зомби? Я. Қалай зомби болып кетті, түсінбедім. Сіз шибалы берем. Мен зомбиді өмірімде бірінші рет көріп тұрмын ғой. Не болып кетті? Біздің сыныпқа әйтеуір бәрі нәрсе бола берді ғой. Туй. Не істейміз, Айдын? Айдын, баршы сен. Қойында қыздар деп айтса түсіндірсе бар. Зомби емес шығар мүмкін. Жаңа біреу тістеп алды ғой, әшін тұмау ма бірдеңе шығар, баршы. Оны да не көрсем бар. Тынышталып қалды, барыңдар. Зомби деген кинода ғана болатын еді ғой. Қойшы, мен сенбеймін. Қалай сонда? Қақта олар? Руми, Айғаным, қойындаршы, біз ғой? Не болды сендерге? Мама, Айғаным, біз ғой? Не болды сендерге? Жындақ қалдыңдар ма? Неге біздің сыныпқа ғана осындай бола берді? Мама, Айғаны қандағанда? Ужас. Мама, Айдын не істеп жатырсыңдар? Жап, Айдын, жап. Ойбай, жай, қазір осы жаққа келеді ғой. Мама, Айғаны. Айдын, сен кіріп көрші бар. Көрші кіріп, давай. Онда Даникошпен кіріңдер бар. Екеуің кіріңдер. Сен достарың ғой, сендердің достарың ғой, бар сөйлесейік. Сөйлесесің ба? Мақұл. Сендердің достарың ол менің апайым ғой шын. Жай ашы. Бар. Айдын ғой. Айшын, Айдын ғой. Көрсен де кіріп кет бар. Сөйлес. Айдын сөйлес. Айғанымен сөйлес. Жай сөйлес. Түсінетін шығар, адам ғой. Зомби емес, кинода ғана ғой зомби. Зомби емес ол. Сөйлесі. Айғаным сөйлес, сен досың ғой, Айдын. Налар да тістеп алды ғой. Ужас, тістеп алды. Мен қорқам, мен кірмеймін. Білесім қалдым ғой, достар. Қаяқта? Мама. Айдын, қалайсың? Мама, Айдын да зомби болып кетті ма? Аналар көбейіп кетті ғой, масқара. Ужас. Аналар бірдеңе қылу керек енді. Мен магазинге барып келдім ғой. Аптека бәрі жабық, магазинде бір ағай отыр екен, ана қасында апай зомби болып кетті. Мынандай қолданыпты, қарсы азақ қапты. Наларға себу керек екен бір бөлмеде. Бәрін жинап, сол кезде адамға айналады дейді ғой. Мен қорқып тұрмын, достар. Қазір жай мынаны себемін. Ортасына барып себу керек екен. Ужас. Налар. Бірінші ұйықтатады екен. Бірінші ұйықтатып тастайды. Содан кейін барып. Жаным, кішкентай зомби болып кеткен айтам да. Есікті ашып қойшы, қазір қашуға ыңғайлы болсын. Мына жерде. Бүйтіп септім. Енді тез жауып қойын. Бәрі ұйықтады. Құлады. Мынауың мықты ғой, мына зомби мықты ғой. Ол да құлады. Ең мықтысы сияқты ona зомби. Достарына тынышталып қалған сияқты ғой, көмектесті ме екен? Балалар, жалғыз мен қалдым ғой. Не қылдыңдар? Анақта директор де зомби болып кетті ма? Бірдеңе болып кетті. Болды ма? Нормально болдыңдар ма? Не қылды? Мен қорқыттыңдар ғой сендер.
Руми, сен ғой бәріне кінәлі, не істедің? Білмеймін, болып кетпеймін ғой. Ай, мен бұндай кинода ғана көріп едім, не болып кетті, зомби болып кеттіңдер ғой сендер, білесіңдер ма? Иә. Өлә, нақта мені жұлып жейін деп Айдын мен Даникошты кіргізбеймін, сендер болса отырыңдар найқа. Екеуін де зомби қылып жібердіңдер ғой. Отыр бәрің тез орындарыңа. Сабағымыз, как всегда сабағымыз осындай бір нәрсемен аяқталады әйтеуір ше. Не болып кетті сабағымыз? Не болды? Қалай не болды? Мә, сендер ше? Мына кішкентай Миранты бытшын шығардыңдар ғой, зомби қылып. Иә, сен ғой? Сендер екеуің бар сөйлесіңдер десем, не қылдыңдар? Біз зомби болдық па? Иә, сен айттың ғой өткенде бір тістеп алып біреу деп. Содан зомби болып кеткенсіңдер ғой. Сол ғой, енді сен біреу тістеп алып еді ғой, сол ғой, кінәлі. Ал? Иә, сендер зомбиға айналып кеттіңдер ғой. Не қылдыңдар сендер? Айжері, сен мен қорқыттың ғой? Қорқыттың ғой бәрімізді. Иә? Жоқ қойды апай. Сен де зомбиға айналып кеттің ғой? Апай? Қойды апай. Мен қалай жоқ қойды? Мен білмеймін, директорға кетсем, мына екеуі келді ғой, жүгіріп, екеуің жынды қалды деп. Апай? Екеуің жынды емес. Ал, зомби болып кеттіңдер ғой. Бар, отыр орындарыңа. Отыр енді, абайландар енді, махма. Отыр. Ал достар, енді біздің сыныбымыз осындай енді, не істейміз енді. Әр кезде бір приключение болады да жатады біздің сыныпта, я. Бір нормальный бір сабақ өткен күніміз болды ма біздің? Бір нормальный болады әйтеуір өмір. Бопты, басым ауырып кетті мен де ше, бүгін шаршап қалдым, үйлерімізге қайтайық құрсын. Мақма. Болды, я бүгін ерте қайтайық, басымыз ауырып кетті. Директор да что-то бір түрлі болып жатыр, жөтеліп жатыр ар жақта. Ал достар, бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаса не істейміз?